Да, саламатсыздар. Да, бүгін жер комиссиясының кезекті отырысын өткіземіз. Да, бізде жер комиссиясына түскен бір құжат келіп түсті. Осыған байланысты онда сөзді Индира Еркеғазықызы да. Сіз баяндап беріңіз. Құжатқа байланысты. Одан кейін комиссия мүшелері шешім қабылдау қажет болады. Қайырлы күн, Ербол Абылқайырұлы, комиссия мүшелері. Бүгін бізде жер комиссиясының жаңартылған құрамы, кворум бар, 9 адам, 10 адам. 13 адамнан 9 адам болса бізде кворум бар. Бастауға рұқсат етіңіздер. Күн тәртібінде бір сұрақ, камераны қосуды сұраймыз. Бассейновый инспекция. Бір Гордорстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Аягөз ауданында 4 гектар жер телімін сұрап отыр. Ол кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру үшін лицензиясын 27 мамыр, осы ағымдағы жылдың 27 мамырында алған, нөмір 20 лицензия 35 жылға дейін, яғни 10 жылға. Бұл жерде сұралып отырған жер учаскесі, слайдты қосуды. Сұралып отырған жер учаскесі, атап айтқанда, Аягөз ауданында орналасқан. Бізге жер кодексінің талабына бойынша, жер кодексінің 44 бабына сәйкес берілетін жер учаскесі су қорғау аймағы, су қорғау белдеуінен тыс жерде орналасуы қажет. Бұл жерде біз көріп отырғандай, участоктың координаттарына сәйкес су объектісінен қашықтығы 2-4 километрді құрайды, яғни жер кодексінің 44 бабының талабы сақталады. Және бізде кодекс о недрах недропользованидің 25 бабының 2 тармағына сәйкес сұралып отырған жер учаскесі елді мекенінің шекарасынан 1000 метр қашықтықта орналасуы тиіс. Бұл учаскесі елді мекеннен 12-4 километр қашықтықта орналасқан. Сол себепті жер кодексінің және жер қойнауын пайдалану кодексінің талаптарына сәйкес болғандықтан бұл жерде дауыс беруге ұсынылады. Жер заңнамасына қайшылықтары жоқ. Онда дауыс берсек, камераларын қосып, дауыс камераларыңызды қосып, жер учаскесін беруді кім қолдайды? Кім қарсы? Қарсы жоқ. Жер комиссиясының жоқ, барлығы қолдарын көтерді. Жер комиссиясының жаңа дауыс берген кезде қарсы қалған адам бар ма? Ауызша айтыңыздар, егерде қарсы немесе қалыс қалған адам болса. Бассейндік инспекция қалыс қалады. Себебі не? Камерасы қосылмады. Кешіріңіздер, құрметті комиссия мүшелері, бұл Аягөз ауданы, яғни біздің Ертіс бассейндік инспекциясының территориясына жатпайды. Бұл Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясының территориясына жатады. Сол себепті Ертіс бассейндік инспекциясы бұл өтініште қалыс қалады. Юридически біз нете алмаймыз, дауыс бере алмаймыз бұл территорияға, бізге жатпайды. Бұл жерде түсіндіріп айтып кетейін, бұл кісілердің айтып отырғаны біздің облыстың шекарасында Балқаш-Алакөлский бассейн инспекция бар, және Ертішский бассейн инспекция бар. Мысалы, Аягөз ауданы, Мақаншы ауданы, Үржар ауданынан сұраса, ол Балқаш-Алакөлскийдің құзыретіне кіреді. Ал бергі жақта, мысалы, Семей, Барадулиха, Бесқарағай десек, олар Ертішский бассейновый. Бұл жерде комиссия мүшесінің айтқысы келіп тұрғаны, бұл кісілердің, яғни о жақтағы жер учаскелері біздің құзыретімізге кірмейді дейді. Бірақ осыған дейін мен жаңа жер комиссиясының алдында бұл кісімен телефонмен сөйлескем. Бұл жерде как должностной емес, земкомиссияның мүшесі ретінде дауыс береді. Біз келген өтініштерді, мысалы Балқаш-Алакөлский болса, алдын ала запростарын жіберіп, мәліметтерін алып аламыз. Бұл жерде координаттарымен көрсетілгенде су объектісінен 2-4 километр қашықтықта орналасқан.
Сондықтан ешқандай водоохранный зона, водоохранный полосаға жатпайды. Иә, одан кейін құрметті комиссия мүшелері, бұл жерде енді барлығымыздың атқаратын функциямыз бар. Одан бөлек комиссия мүшесі ретінде біздің шешім қабылдауға бекітілген құзыретіміз бар. Сондықтан осы мәселені екі жақты қарау керек. Құзыретіңізге байланысты сіз жаңағы тиісті қорытынды бергенде сіздің құзыретіңізге байланысты жауап бересіз. Ал енді комиссия мүшесі ретінде сіз осы жерді беру заң талаптары осы сіздердің кодекстеріңізге сәйкес келсе, онда сіз қарап, дұрыс шешім қабылдауыңыз керек. Бұл енді маған қарайды, қарамайды, содан кейін барып қалыс қалдым деген, бұдан кейін қабылданбайды. Сондықтан егер де сұрақтарыңыз болса, алдын ала сұрақтарыңызды басқармамен тиісті деңгейде келісіп отработать етіп алыңыздар. Онда Жақсы, қабылдайсыз онда. қабылдаймын. Жақсы онда. Онда барлығы бір ауыздан Жақсы, қолдады. қабылданды. Сондықтан сол шешімді қабылдаймыз. Бір ауыздан оң шешім қабылданды бүгінгі сұрақ бойынша. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Содан кейін мынау комиссия мүшелеріне бұдан кейінгі мәселелерді осылай жылдам шешім қабылдауымыз керек. Өткен барлықтарыңыз білесіздер, бұның артында кәсіпкерлердің қаншама жұмысы тұр, одан кейін біздің облысқа келетін инвестиция тұр, жұмыс орны тұр. Сондықтан басқармаға да бұндай мәселені анау берілген арыздың срогына қарап, соңына дейін жүре берудің керегі жоқ. Егер де құжаттарың бәрі дайын болса, неге оны бір күнде, екі күнде қарап рұқсатын бермейміз? Сондықтан бұдан кейін арыз түсті ма, егер де талдауды, зерттеуді қажет етпейтін барлық құжаты дайын болатын болса, оны жылдамдатып қарайық. Қалай, келісесіздер ме оған? Жақсы онда. Осымен отырысымыз аяқталды. Рахмет барлықтарыңызға.